Қарасай ауданының орталығындағы Қаскелең өзен бойындағы бұл саябақ енді керемет көрікті көрініске айналмақ. Алдағы уақытта өзен жағалауында демалыс орындары, спорт алаңдары сияқты серуендеуге қажетті дүниелердің бәрі болады. Саябақтың сәнін келтіретін осы және өзге де өзгерістер бәрімізге қызық болар. Ендеше бірге танысайық. Рустам Әмірғалиұлы, енді біздің естуімізше Қаскелең өзенінің бойында жаңа саябақ салып, жақсы бір көрініске ие болмақ екен. Осы жайында ақпаратыңызбен бөлісіп өтсеңіз. Өздеріңіз білгендей, тәуелсіздіктің 10 жылдығы көшесі Қаскелең өзенінің бойында бізде саябақ алаңы белгіленген. Жалпы саябақ алаңы 3,5 гектарды құрайды. Саябақ екі аймаққа бөлінген. Мына жағы күншығыс жағы белсенді аймақ, күнбатыс жағы тынығу аймағы. Белсенді аймақта бізде спорт алаңы, амфитеатр, воркаут алаңы, балалар ойнайтын алаңы қарастырылған. Тынығу аймағы серуендеу үшін арналған. Саябақ алаңында 70 отыратын орындықтар қарастырылған. Қауіпсіздік шарасын сақтау мақсатында түнгі жарықтандыру мен бейне бақылау камералары орнатылатын болады. Саябақ алаңында жаяу жүргіншілер жолағы қарастырылған. Жалпы алаңы 5000 квадрат құрайды. Рустам Әмірғалиұлы, енді бұл жұмысқа жауапты мердігер анықталды ма, және бұл жобаның басталуы, аяқталуы қай мерзімге жоспарланды? Мердігер анықталды, жұмыстар наурыз айдың аяғына дейін басталады. Аяқтау маусым айында жоспарланды.